Питер Пен бәрімізге балалық шақ сыйлаған мультфильм. Күн сайын балапан арнасынан кешке қарай күтуші едік. Бірақ Питер Пеннің қараңғы, жан түршігерлік шақтарын ешкім білмейді. Біз оның тек күліп, Венди мен оның інілерін Неверлендке алып кеткенін көреміз. Неверлендтегінің, яғни сағымдар елі. Және сол жерде қызықты бір оқиғалар болады. Ал шын мәнінде сол Неверленд ертегілер әлемі емес, нағыз тозақ әлемі. Иә, мен де бұны естігенде қатты таңғалдым. Бірақ бұл теориялардың бірі. Сондықтан видеоның соңына дейін көр. Мен сендерге бұны түсіндіретін боламын. Питер Пен балаларды өзімен бірге алып сағымдар әлеміне кетіп қалады. Бірақ сағымдар әлемі деген сөздің астында не бар екенін көп адам ойлана бермейді. Ағылшын тілінде бұл әлемді Неверленд дейді. Бірақ бір қарағанда бұл сөз әдемі, сиқырлы, тіпті ертегіде естіледі. Бірақ тереңірек қарасаң, Never дегеніміз ешқашан, ал Land қонба деген мағынаны береді. Сонда Неверленд ешқашан қонба немесе ешқашан болмаған ел деген ұғымды білдіреді. Бұл атаудың өзінен ақ біртүрлі суық, тіпті қорқынышты мағына сезіледі. Мүмкін Питер Пен бізге ертегі қаһарманы сияқты көрінетін шығар, бірақ шын мәнінде ол өлімнің символы ма? Ол балаларды өзімен бірге алып кетеді, бірақ олар ешқашан өспейді, ешқашан оралмайды. Бұл біртүрлі емес пе? Балалар шексіз уақыт өмір сүретін уақыт тоқтаған әлемде қалады, ал ондай әлем тек тозақта немесе өлілер мекенінде ғана болады. Егер жақсылап ойлансақ, сағымдар әлемі бұл бір түрдегі иллюзия, көз алдамшы. Сырт көзге бәрі жарқын, көңілді, ертекке толы орманды көрсетеді, бірақ шын мәнінде бір түнек бар сияқты. Венди мен оның інілері күн сайын сол әлемге барып келеді, бірақ таң атқанда қайта оралады. Яғни олар күн сайын шекарадан асып тозақтың шетіне барып қайтады. Кейбір даналар айтқандай, тозаққа баратын жол әуелде жұмақ сияқты әдемі, ал жұмаққа баратын жол керісінше ауыр, қорқынышты көрінеді. Міне осы оймен салыстырсақ, сағымдар әлемі бұл тозақтың өзі сияқты. Иә, ол көзге ғажайып ертегі, еркіндік пен балалық шақты көрсетеді, бірақ шын мәнінде бұл тозақ. Оның уақыты тоқтаған, өсу де, даму да жоқ. Бұл мәңгілік алдамшы әлем, яғни өлімнің тәтті бейнесі. Қорытындылай келе, бұл теорияда сағымдар әлем тозақтың бір әдемі түрі. Көргенде жүректі баулап алады, бірақ шын мәнінде ол мәңгілік жаман, өмірден басқа тозақ сияқты көрінеді. Бұл сырттай жарық, бірақ көз алдамшы. Шын мәнінде ол жерде тозақ. Бұл теория бойынша Питер Пен мүлде басқа тұрғыдан түсіндіреді. Яғни Питер Пен шын мәнінде адам, бірақ ол психикалық ауытқуы бар. Балаларды ұрлап, оларды ешкім табылмайтын жерге алып кетеді. Оның ешқашан өспейтін балалар туралы сөзі олардың енді ешқашан өмірге оралмайтынын білдіреді. Кейбір нұсқада капитан Крюк немесе қарақшы Питердің құрбандарынан тірі қалған бір адам. Ол ересек болып өскен соң Питерден кек алғысы келеді. Сол үшін Питер Пен өзінің тобындағы балаларды капитан Крюкқа қарсы айдайды. Бұл көзқарас бойынша ертегі шын мәнінде сериал қылмыскердің әрекеттерін астарлап баяндайды. Питердің мәңгі бала болуы оның психикалық бұзылысының белгісі. Ол өспейді, өйткені ересек өмірді қабылдай алмайды. Сондықтан ол басқа балаларды да сол әлемге тартады. Осы тұрғыдан Питер Пен өзіне ұқсастарды іздеп, оларды өз әлеміне мәңгілікке байлап тастайтын адам. Бұл теория қорқынышты болғанмен, оның ішінде адамдар ішкі жарысы мен психологиялық трагедиясы жатыр. Кейбір адамдардың ойынша сағымдар әлемі шын жерде жоқ. Бұл жай ғана картада көрсетілген арал емес. Неверленд адамның ойында, қиялында, не есіне адасқан кезіндегі түсінде ғана бар әлем. Мысалы, елестетші, бір бала ауыр жарақат алып өлім алдында жатыр. Ол қорқып ауырсынған сәтте өз санасына жаңа әлемді елестетеді. Онда бәрі жақсы, ойын бар, бақыт бар, және ол ешқашан қартаймайды, ешкім өлмейді. Міне, сол елестеткен әлем сағымдар әлемі. Бұл әлем оның санасындағы ішкі дүниесі. Сол әлемнің басында Питер Пен тұрады. Питер сол баланың балалық шағының бейнесі. Яғни Питер баланың өз қиялындағы өзі. Питер адамдарды ересек өмірге өткізбей ұстап тұрады. Ол жоқ, мен өспеймін, мен бала болып қалам дейді. Бірақ өмірдің заңы бойынша бәрі өседі, бәрі өзгереді. Және де ештеме мәңгілік емес. Сондықтан Питердің бұл әрекеті шын мәнінде ақиқаттан қашу. Яғни Питер бұл әлемнің қаталдығын қабылдай алмай қалған. Питер Пен өлімнің символы. Көптеген зерттеушілер мен интернет теоретиктердің ойынша, Питер Пен жай ертегідегі көңілді бала емес, ол өлім мен балалық шақтың шекарасында тұрған рух. Питер Пен фильмнің авторы Джеймс Барри Питер Пенді алғаш рет 1904 жылы жазғанда, оның прототипі шын өмірдегі бір бала. Автордың досының ерте қайтыс болған ұлы болған. Сондықтан кейбір зерттеушілер бұл кейіпкерді өлімнен кейінгі тыныш әлемнің символы деп санайды. Питердің басты ерекшелігі ол балаларды ешқашан өспейтін жерге алып кетеді. Бір қарағанда бұл сиқырлы және ертегі жер сияқты, бірақ шын мәнінде бұл сөздер балалар
балаларын енді ешқашан өмір сүрмейтініне, яғни олардың өмірі сол сәтте тоқталғаны жайлы айтады. Неверленд, яғни сағымдар елі, бұл нақты жер емес, ол о дүниеге апарар жолдағы аралық әлем. Ол жерде ешкім өлмейді, ешкім тірілмейді. Бұл жер өлім мен өмірдің арасы, liminal space сияқты. Питер Пен осылайша өлім періштесі сияқты кейіп киінеді. Ол балалардың жандарын қабылдап, оларды ешқашан уайым қайғы жоқ әлемге алып кетеді. Бірақ сол әлемде жарық пен уақыт та жоқ. Ол жерде мүлдем өмір сүруге де болмайды. Ол Питер Пен балаларды құтқарушы емес, оларды мәңгі ұйқыға апарып тастайтын бейне. Бұл оны қорқынышты әрі қайғылы кейіпкер етіп көрсетеді. Сағымдар әлемінде Питер Пен айналасында үнемі жүретін балалар бір қарағанда жай ойынқұмар, күшті, бақытты балалар сияқты. Бірақ бұл да қараңғы символға толы. Кейбір теорияларда олар ерте қайтыс болған балалар, немесе сол әлемде өмірде жоғалып кеткен балалар. Сол балалардың рухтары. Питер Пен сол рухтарды алып кетіп, сағымдар әлеміне алып кетеді. Ол балалар ешқашан өспейді. Себебі өсу немесе қартаю ол тірілерге ғана тән қасиет. Ал Питер Пен оларды рухани әлемге алып кеткен. Кейбір фанаттық нұсқаларда Питер Пен ескі балаларды, сол сағымдар әлеміндегі ескі балаларды жойып жібереді және соның орнына жаңадан балалар әкеледі дейді. Ол балаларды өз қолымен өлтіреді немесе ұмытып кетеді. Бұл Питерді періште емес, нағыз маниакқа айналдырады. Осылайша жоғалған балалар деген ол өлген дегенді білдіреді. Яғни өліп қалған балалар. Бұл олардың шын мәнінде өмірден өткен балалардың бейнесі екенін білдіреді. Егер Венди мен оның інілері әр кеш сайын Питер Пенмен бірге сағымдар әлеміне барып таң ата үйлеріне қайтып келетін болса, бұл жерден бір түрлі нәрсені байқауға болады. Біріншіден, олар ұйықтамайды, ал ұйқысыздық адам психологиясына ең ауыр соққы беретін жағдайлардың бірі. Егер адам бірнеше күн қатарынан дұрыс ұйықтамаса, ми шындық пен қиялды ажырата алмай қалады. Ал егер ұйқысыздық бір айдан аса уақытта созылса, онда адам галлюцинация, тіпті шизофрения сияқты психикалық бұзылуларға ұшырауы мүмкін. Осы тұрғыдан қарасақ, мүмкін сағымдар әлемі деген мүлде жоқ шығар. Бәлкім ол Питер Пен ойлап тапқан сиқырлы мекен емес, тек Вендидің қиялында ғана өмір сүретін ел болар. Түн сайын Венди ұйықтай алмай өз ойымен күресіп, шындықтардан қашып, армандаған әлемін көреді. Ол әлемде бәрі тамаша. Уақыт тоқтаған, ешкім өспейді, ешкім қиналмайды. Ал Питер Пен сол елдің мәңгі балалық пен еркіндіктің символы. Бірақ бұл шындық емес. Бұл оның санасы мен құрған қорғаныс әлемі, яғни ауыр шындықтан қашу тәсілі. Венди шынайы өмірде мүмкін жалғыз, мүмкін қорқақ немесе шаршаған қыз болар. Ал ұйқысыз түндер оның миына әсер етіп, шындықты бұлыңғыр етіп көрсетіп жүрген. Ол галлюцинация арқылы Питер Пенді ұшатын балаларды және сағымдар әлемін көреді. Бірақ таң атқанда бәрі жоқ болып кетеді. Себебі таң шындықтың уақыты, ал қиялдың уақыты тек түнде. Сонда Питер Пен тірі жан емес, тек Вендидің ойының жемісі. Ал сағымдар әлемі бұл оның санасының ең төменіндегі түс. Ол түс кейде әдемі, кейде қорқынышты, бірақ бәрібір шын емес. Шын мәнінде Венди тек ұйқысыздықтан жапа шегіп жүрген, ал миы оған қашып кетудің жолын ұсынып отыр. Тайлер Дерден сияқты. Қорытындылай келе, сағымдар әлемі ешқашан болған емес. Ол тек Вендидің қиялында ғана болған нәрсе. Питер Пен оның жалған үмітінің бейнесі. Ал Неверленд, яғни сағымдар әлемі болса, өтірік жұмақ.